теңіздің холодный продуктілері. Ең мықты бір фишкасы бұл продукцияның онкологиялық проблемалар 3-ші, 4-шіге дейін. Даже кеше мен өзімде таң қалдым, Уральскіден мықты результат болған 4-ші степендегі онкологиялық. Настолько Алла тағаланың құдіреті жаңағыдай жақсарып жатыр адамдар. Жақсарып жатыр. Мынау онкологиялық проблемалар, неше түрлі миома, киста, эрозия, мастопатия деген қазір 10 әйелдің 7-інде, 5-інде кездесіп жатыр қазір. Зоб, оның ішінде эндометрический зоб, тиротоксический зоб дегенге бере алмайсыз ешқандай продукцияны. Пожалуйста, витамарин берсеңіз болады оның барлығына. Настолько универсальный продукт. Және де компанияның ең көп результаты осы витамариннен болған. Және де көптеген Қырғызстан мемлекеті тек 7-8 ай бойы осы витамаринмен жұмыс жасаған. Білесіздер ғой, яғни универсальный продукт. Тек айтады, балдарға абайлап беріңіздер дейді, және де ХСН, жүрек проблемасы барларға абайлап дәрігерлеріңізге совет рецепт берсеңіздер болады. Қалғанның барлығына бере беруге болады. Және де бұның витамарин B+ дегеніңіз мынау неден жасалынған? Морской еждің уылдырынан жасалынған. Бұл как неврологический деп айтамын мен. Невропатологтардың дәрілері деп айтамын. Потому что баспен связанный бүкіл проблемаға бере бересіз. Көз, катаракта, глаукома, дистрофик энцефалопатия, бастың жаңағыдай нервтік Альцгеймер дейді, Паркинсон дейді, сондай сияқты диагноздарға кете береді. Настолько универсальный. Және де ішкен, ұйықтай алмайды қазіргі таңда. Депрессияға кіреді. Ұйқы жоқ, басқасы жоқ. Мынау шаршап жүретін кісілер болады ғой. Деген жаңағыдай диагноз бар. Қазіргі таңда балдарда да, үлкендерде көп кездесіп жатқан. Соларға да көп бере бересіз. Өйткені стресстен пайда болады. Адам ашуланып, стресс болып, басқа болып, үстінің бәрін қаптап кетуі мүмкін жаңағыдай. Сыйттар. Оларға беретін болсаңыздар да сап дейілатын. То есть, витамарин А+, Б+-тің ішу тәртібі. Мынаны таңертең бір шай қасық, мынаны кешке жатар кезде бір шай қасық ішесіз. Болды. Профилактикалық. Ал егерде онкологиялық проблемалар болатын болса, ол өзге 3 есе береміз. Әр 3 сағат сайын витамарин А+-ті таңертең, түске дейін, түстен кейін, кешке 6-дан 12-ге дейін витамарин Б+-ті әр 3 сағат сайын бір шай қасық.